Жекпе-жек әрине оңай өткен жоқ. Бірақ Бағдат ағай, өзім жеке бапкерім Қожахмет, Бақытжан ағай, Паш ағай, олардың нұсқаулары арқылы жекпе-жекті сонда да ұттым. Осы жекпе-жекті мен өз атама арнаймын. Себебі мен өз атамды қолында өскен баламын. Кішкентай кезден осы маған ата деген қандай ситуация болса да, маған әрқашан поддержка берген. Мен өзім капитан команды болам. Және де сол капитан команды болғанының себебім мен деген Қазақстанның ел туын желбіреткім келеді. Және де осындай орысша айтқанда ответственностьті мен бағындыра алам деп сенемін өзіме. Жауапкершілік үлкен ба негіз капитан болғанда? Жауапкершілік дегендей сборларда жүзден аса балдар болады. Осы сборныйда 13 первый номерлар, солардың барлығына қарап, солардың тәрбиесіне, солардың негізі көңіл-күйіне, соларға мотивация беру әрбір адамға әрқалай, бірақ мен үшін үлкен жауапкершілік. Финалға шықтың, енді мақсат қандай алда? Әрине чемпион болу.